Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Алуа. Асқабақтан суп дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Құрамында дәрумені көп, пайдалы асқабақтан жасалған супымыз. Пюре қылып жасасаңыздар да болады, суп қылып жасасаңыздар да болады. Мен осылай суп қылып жасадым. Балаларға берсеңіздер өте пайдалы тағам. 3 картошкамызды осылай турап аламыз. Адам санына қарай турасаңыздар болады. Мен 4 адамға жасап жатырмын. Және асқабағымызды дәл осылай турап аламыз. Бір немесе 2 сәбіз қоссаңыздар болады. Осылай салып аламыз. Диета ұстап жүрген адамдарға осылай жасап ішуді мен кеңес етемін. Мен суды құйғанда қыздар толтырмай, осының бетімен ғана құясыздар. 1 қасық тұз саласыздар. Мінеки супымыз дайын, ас болсын, сіздерге де жасап көруді кеңес етемін.